Әлем тұрақсыздана бастаған кезде әр инвестор өзін қорғауға және қандай да бір пайда табуға тырысады. Бүгінгі видеода әлемдік жағдайға көз жүгіртіп, өз активтеріңізді қалай қорғау керектігі туралы кеңес беріп өтеміз. Бұл Жусан инвестициялары. Сіздермен бірге Расыл Миразбек, ал кеттік. Инвестиция ісінде портфельді түрлі келеңсіздіктерден қорғауға және капиталды сақтап қалуға мүмкіндік беретін стратегияның бірі акцияларды әртараптандыру болып табылады. Әртараптандыру тәуекелдерді азайту мақсатында түрлі акцияларға кең ауқымды инвестиция жасау. Әртараптандыру портфельдің нарықтық тәуекелін барынша азайтуға мүмкіндік береді. Оған 1990 жылы экономика бойынша Нобель сыйлығын алған Гарри Марковецтің ғылыми еңбегі дәлел бола алады. Портфельді әртараптандыру үшін активтер, экономика секторлары, елдер, валюталар және тәуекел деңгейі бойынша түрлі топтарға бөлуге болады. Статистикаға сүйенетін болсақ, жеке компания немесе бүтін бір саладағы тәуекел қатерін азайту үшін портфельде 20-дан 30-ға дейін акция ұстау жеткілікті. Портфельдің бір бөлігін қорғаныс активтеріне жұмсаған дұрыс. Қорғаныс активтеріне алтын, қымбат металдың барлығы және мемлекеттік облигациялар кіреді. Қарапайым ережені қайталаудан шаршамаймын. Ең бастысы, үлкен табыс алып келетін тәуекелі көп активтер мен нарық құбылып тұрғанда тәуекел қатерін азайтатын қорғаныс активтері арасында тепе-теңдікті сақтау керек. Инвестициялық портфельдің үлесін қолма-қол ақшамен ұстаудың мәні бар. Бұл өз кезегінде қолайлы нарықтық жағдайларды пайдалануға мүмкіндік береді. Кредит рейтингі жоғары дамыған елдердің мемлекеттік облигациялары тәуекел қатері аз нарық құралдары қатарына жатады. Мысалы, ақш-тағы трежерист атауға болады. Treasury bonds – ақш федералды үкіметі шығаратын қазынашылық міндеттемелер. Мұндай қаржы құралына ақша салу кезінде тәуекел қатерінің жоқтығын басты аргумент ретінде мемлекетке өз қарыздары бойынша дефолт жасау тиімсіз. Сол себепті мемлекет жоқ дегенде өз қарыздарын өтеу үшін қосымша ақша шығаруы мүмкін. Бірақ бұның теориялық ой екенін айта кеткеніміз жөн. Өйткені тарихта суверенді дефолттар көп болмаса да жүзеге асып отырған. Мысалы, Мексикада 1994 жылы, Ресейде 1998 жылы, Исландияда 2008 жылы және Грецияда 2014 жылы болды. Дефолт – несиелік келісімді орындамау, яғни қарыз міндеттемелері бойынша пайыздарды немесе негізгі қарызды уақытында төлемеу. Тәуекел қатері төмен болған сайын түсетін табыс та сондай аз болады. Мемлекеттік облигациялар инфляцияны жаба алмайтын өте төмен пайда келеді. Сол себепті жеке компаниялардың да бағалы қағаздарына көз қырын салып отырған дұрыс. Ең алдымен қаржы тепе-теңдігі қатайған, тұрақты ақша кірісі бар корпорацияларды таңдау керек. Негізінде мұндай ұйымдардың ұзақ уақытта талай сыннан өткен бизнес моделі болады. Олардың қолма-қол ақшасы артығымен жиналып тұрады. Егер нарықта бір жағымсыз оқиға жүзеге асса, өз акционерлеріне міндетті соманы төлеуге қауқарлы келеді. Оған қоса сіз құбылмалығы төмен, ал турбулентті нарық жағдайында құны жиі өсетін қорғаныс секторларының үлестік құралдарына инвестициялай аласыз. Өйткені мұндай кезде инвесторлар өз қаражаттарын тәуекелі аздау салаларға бағыттайды. Қорғаныс секторларына коммуналдық қызметтер, FMSG және денсаулық сақтау секторы кіреді. Қазіргіде геосаяси шиеленіс пен стагфляция қаупі бар кезде шикізат тауарлары мен бағалы металдарға қарау керек. 2021 жылдың басынан бері ең ауқымды тауарларға деген жаһандық сұраным мен ұсыныстың арасындағы тепе-теңсіздік күрт өсіп кетті. Батыс елдерінің Ресейге қарсы санкциялық қысымынан кейін ресейлік экспорттың үлкен үлесі бар тауарлар арасында ғана емес, энергетика ресурстарында, металдарға және азық-түлік бағасының өсуі байқалды. Алюминий мен темір рудасы сияқты тауарлар әлемдік өндіріс үшін өте маңызды, ал палладий электронды дамытудың кілті болып табылады. Екінші жағынан, таза энергияға көшудің жалпы тенденциясына байланысты сұранысқа ие металдарға назар аударған жөн. Оларға мыс, никель, кобальт, литий және тағы басқалары жатады. Сонымен қатар баламалы энергияға әлемнің біртіндеп көшуіне қарамастан, қазіргі уақытта мұнай әлі де энергияның негізгі көздерінің бірі болып табылады. Және сондықтан орта мерзімді перспективада өзінің инвестициялық тартымдылығын сақтайды. Қара алтын қазірдің өзінде 2014 жылдың тамыз айынан бастап өзінің ең жоғарғы деңгейін жаңартып жатыр. Бағаның оң серпінін көптеген елдер нөлдік эмиссияға қол жеткізу жолдарындағы транзиттік буын ретінде белсенді түрде қарастырған уран да сезініп жатыр. Сіздерге қандай да бір идея ұсына алдым деп үміттенемін.
Әлемдік инвестбанктердің болжамы, түрлі сараптамалар, инвестициялар, акциялар дүкені және басқа да көптеген сыйлықтар бір жерде жиналған біздің мобильді қосымшамызды жүктеуді ұмытпаңыз. Сондай-ақ біздің алдыңғы ролигімізді тамашалаңыз. Келесі кездескенше.